ұстаздар, енді өте қуанышты күннің бірі. Себебі біз туған күнмен жеке бастың үлкен қуанышы. Енді мен мына жерде ауыл шаруашылық бөлімінен арнайы алғыс айтып, оны оқушыларыңызды ашытпай ақ қояйын. Оқушыларыңыз ашытып жатыр ғой күнделікті. Мен енді естелік бір момент айтып кетейін енді. Мәкеңмен тәкеңіміз біз осы кісілерге қарап бой түсіп, қызметтің арқасында осылардың қасында жүріп, өкшесін басып келе жатқан жағдайымыз бар. Мен алыс емес, мына жас кеш деген елді мекеннің азаматымын. Әкеміз қайтыс болып, Жезқазған облысынан главный агроном болып, осында бригадир болып келдім. Өздеріңіз білесіздер, менде бәріңіздің аталарыңыз бар, марқұм болып кетті. Миллион деген атамыз бар еді. Мәке. Сөйтіп мына жерде 56 гектар деген жер бар. Тура мына Шарапкент деген жазу бар ғой. Сәт-сапарда шыға берген сол жағында, ар жағында Шымкентте, ауылдан келесің, оң жақтағы 56 гектар дейді. Сол жерде жоңышқа болатын. Кейін бір жылдары жаңағы кореецтер пияз екті. Енді Алмастың ағалары біледі, жаңағы аталары біледі. Бұл жердің бәрі жаңағы көкбаршылар атқа мініп алып, жаңағы пияз тауарлайды, огород тауарлайды ғой. Сонан бір күні жылқыларды жаңағы айдап кетейін десем, миллион атамыздың жылқылары анау жақтан мінгеннен, атты көргеннен тура келеді, үйіне кіріп кетеді мәке. Тура келеді, бір үйір жылқы. 15-20 жылқысы бар. Сөйтіп бір күні жаңағы жасымыз ашуланып келді, жаңағы жігіттер бәрін ұйымдастырып атпен қуып келдім ғой. Қуып келді, есігін алдынан бұрып қайта барып қамадым жаңағы. Сонда атамның айтқаны ғой. Ай бала, сенің атың кім дейді? Қуатбек қайдың, Борсай боласың. Сен менің атымды білесің бе? Жоқ көке білмеймін, менің атым миллион. Одан қайтып ақшаны алды, аттар жібере сал, бәрін сатып аламын дейді ғой. Сол сияқты аталарымыздың ауылына келіп отырмыз. Сол кісілердің інілері, тәкең деген. Енді Теңел ағамыз тұқым шаруашылығы Сорсемович дейді. Сол кезде бригадиріміз, кейін агроном болды. Сол кезде жаңағы колхоздың енді көптің тілеуі болды. Колхозшылар әкелгенімізде, шешемізде колхозшы болған, көптің тілеуі барып